Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бүгінгі тақырып фастфуд. Фастфуд адам ағзасына зиян ба, әлде пайдалы ма? Қазіргі әлемде фастфуд индустриясының ең дамыған және ізденетін салалардың бірі болып табылады. Шын мәнінде жылдам тамақ ежелгі Римде пайда болған. Нарықта ыстық торттар, жолда жеген барлық тәттілерге табақ ретінде пайдаланылды. Кейінірек бұл плиталар пиццаға айналды. Ол сонымен қатар фастфуд классикалық өкілі болып табылады. Қазіргі фастфудтың тарихы бір ғасырға жуық. Ең танымал дәмханалар жылдам тамақтану ақш-та шарықтап кетті. 1940 жылдары және 1950 жылдары бүгінгі бұл тек Американы ғана емес, жалпы әлемдік мәдениетте сол ақш-тағы әрбір үшінші американдықтар күн сайын фастфуд жеуде. Фастфудтың жетістігінің құпиясы неде? Барлық қарапайым бұл уақыт пен ақша. Тұтынушыларының үшін ас үйде пісірудің қажеті жоқ, немесе мейрамхана қымбат тағамдар ұзақ уақыт күтпейді. Фастфуд кафесінің иелері үшін жоғарғы ақы төленетін аспаздар жалдаудың қажеті жоқ. Ол технологиялық тамақ жүйесіне мүлдем қажет емес. Сонымен қатар біз мойындаймыз, тез тамақтану өте дәмді, негізінде хош иістермен көп болуына байланысты. Фастфудтың классикалық көріністерінің ең алдымен гамбургер және фри жайлы ойлаймыз. Бірақ іс жүзінде бұл әлдеқайда кең ұғым. Оған мыналар кіреді: жедел кеспелер, пакеттелген пюре немесе сорпалар, тартылған ет пен балықтан жасалған жартылай фабрикаттар, пицца, шаурма, жедел жарма және тағам басқалары. Нәтижесінде сіз оны тез дайындалатын жоғарғы өңделген жаппай өндірісті өнімдер ретінде сипаттай аласыз. Әдетте фастфудтар грильде, қуырғышта немесе микротолқынды пеште дайындалады. Фастфуд мейрамханаларында әрдайым қытырлақ және майлы фриол алу үшін арнайы пісіру әдістері қолданылады. Егер сіздің өміріңізде тез тағамдар болса, мамандар мысалы қуырылған картоптың қамтымайтын пайдалы жылдам тағамдар таңдауға кеңес береді. Жемістер, жаңғақтар, көкөністер сатып алып немесе өзіңізбен бірге алсаңыз, олар құрамында дененің толық тамақтануына күтуге көмектесетін заттар бар. Қант немесе май мөлшеріне жоғарғы тағамдарды жеуге болады. Қазіргі заманда фастфуд мейрамханаларының көпшілігі мәзірінде сау немесе мүлдем зиянсыз тағамдарын ұсынады. Бұл салаттар, көкөністер немесе жеміс кесектері, жаңа сығылған шырындар, кәмпиттер және басқа да өнімдер болуы мүмкін. Сондықтан егер сіз тез және аздап тамақтануыңызға керек болса және жолда тек танымал фастфуд желісі болса, онда мәзірде не бар екенін білуге тырысыңыз. Әрине, бұл көмірсулардың көп мөлшеріне байланысты жоғарғы калория мөлшері. Бұл тез көмірсулардың арқасында артық салмақ пайда болады. Сондай-ақ фастфуд түрлерінің басым көпшілігінде өздері зиянды. Сонымен қатар тұз бен қаныққан көптеген хош иістер қолданылады. Нәтижесінде ісіну, бүйрек проблемалары, гастрит, колитке ұшырауы мүмкін. Кәдімгі американдық фастфудтардың барлық дерлік тағамдары, соның ішінде сусындар мен бүйір тағамдар көмірсулар мен талшықтардан тұрады. Ас қорыту жүйесі оны ыдыратқанда көмірсулар қанға глюкоза, қант түрінде енеді. Нәтижесінде адамда қандағы қант деңгейі өзгереді. Ұйқы безі инсулинді шығару арқылы глюкозаның шығарылуына жауап береді. Бұл гормон қант энергия үшін қажет жасушаларды тасымалдайды. Денеде қант қалдығын немесе жинаған кезде қандағы қант деңгейі қалпына келеді. Көмірсулардың көп мөлшерін жиі тұтыну қандағы қанттың қайталанатын серкеулеріне әкелуі мүмкін. Уақыт өте келе инсулиннің бұл толқулары сіздің денеңіздің қалыпты инсулин реакциясынан бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл инсулинге төзімділік, екі типті қант диабеті және салмақ жинау қаупі арттырады. Өңделген тағамдардың көмірсулары мен қант ағуыздағы қышқылдықты арттырады. Бұл тіс эмалінің әсер етеді және оны бұзуы мүмкін. Фастфудтың әкелуі мүмкін салмақтың жоғарылауы, сүйек тығыздығының нашарлауы және бұлшық еттің тінінің сапасының нашарлауына әкеледі. Май, қант және көп мөлшерде тұздың үйлесімі фастфудты дәмді етеді. Алайда құрамында тұздар мен натрийдің көп мөлшері бар диета адамның тез тамақтанғаннан кейін ісінуіне, семіруіне әкелуі мүмкін. Жоғарғы қан қысымының бар адамдар үшін жоғарғы натрий диетасы қауіпті. Натрий қан қысымын көтеріп, жүрек пен жүрек тамыр жүйесінің стресске әкелуі мүмкін.
Педиатрия және жасөспірімдер медицинасы туралы медициналық журналдарда жарияланған зерттеулер балаларға тез тамақтану мейрамханаларында үйге қарағанда көп калориялық тұтынатындарын көрсетеді. Үйде тыс тамақтану жас балалар үшін күніне 160 калориялық дейін және жасөспірімдер үшін күніне 310 калориядан дейін тұтынудың байланысты болады. Бұл ақпараттар алаңдатушылық тудырады, өйткені семіздік бүкіл әлемдегі балалар үшін үлкен проблема болып табылады. Әрине, тез тамақтану сирек қолданған кезде ағзаға ешқандай зиян болмайды, бірақ егер сіз күн сайын фастфудпен тамақтанатын болсаңыз, денсаулығыңызды құртып аласыз. Қазіргі таңда фастфуд өнімдері барлық адамдарға ыңғайлы болды. Жұмыста отырып жұмысына тамаққа заказ бере салады, немесе үйде тамақ істемей фастфуд өнімдерін заказ бере салады, және өзімен қоса балалардың да денсаулықтарын құртып жатқанымен шамасы жоқ. Сондықтан барынша үйде жасалатын тамақтарды ішкізгендеріңіз дұрыс балдарыңызға. Достар, видеом пайдалы болса, фастфуд өнімдерін көп қолданатын достарыңызға жібере отырыңыздар.